Сәлем достар, сендермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын, және бұл менің осы жылдағы екінші, яғни үшінші видеом, және бұл видео орыс ютубында уже көп, яғни дамып кеткен попробуй не сказать вау деген челлендж, яғни бұл видеоны мен қазақша версиясын түсіргім келіп тұр, сондықтан яғни көптен бері түсіргім келді және түсіріп жатырмын. Яғни бұл видеоның тақырыбы, яғни шарты, мен сондай бір қызықты видеолар көріп вау, мәссаған деп айтпауым керек. Және сіздерге қызық болатынына сенімдімін. Қызық болмаса шығып кетіңіз, қызық болса көріңіз. Және егер де осы видеода сіздер 85 лайк жинасаңыздар, онда мен келесі бөлімін шығаратын боламын. Олай болса біз көп сөзбай бастаймыз. Видеом дайын, енді осы видеоны көрейік. 1, 2, 3. Бұл мен не бояп жатыр? Және слаймды бояған кезде осындайлар болады. Бұның несі қызық? Жай бояп жатыр. Бұны енді бәріміз жақсы көреміз. Вафли шоколадта. Және үстінде мынандай бірдеңе сеуіп жатыр. Және тағы да шоколад. Бұған кезінше таң алғаннан гөрі сен бұны жеп қойма деген челлендж түсіруге болады. Баяғы заттан жаңа зат шығарып жатыр ма? Чөті түсініксіз. Оны слайм. Бұл мүмкін. Қалай? Бұндай видеоларды көріп, менің уже нервім шығып кетеді, өйткені бір түрлі видеолар. Бұл енді біздің мектептің тақталарын өсіп түсіртіп тұратын адам болса, бұл видео қызық емес мен үшін. Осындайларды әрине мен жақсы көремін. Күшті. Бірақ мен бұл сөзді әлі айтпаймын. Жапырақ. Бір ойын бар, Labs World ба, соның ішінде осындай жизнь болады. Осындай жапырақ жизнь. Бұл жерде қызықты видеолар жоқ, мен білмеймін не таңдау. Мен бұл ручкалерді білемін, мен бұны баяғыда Алиэкспресте заказ берген болатын, осындай набір ручка ма, или дәрі ма? Короче, осындай ручка заказ берген болатын, менде баяғыда болды. Жай аспан. Және мен аспанды суретке түсірген жақсы көремін. Кім жақсы көреді? Ет. Мынау пышақ па? Әлде балта ма? Бірақ еті енді зачет тәтті. Тәтті шығар. Ал мынау не зат екен?
Мен всегда өстіп бүтін қылып кешейін десем, менде всегда либо мынандай, либо мынандай болып кетеді. Мынау не зат тағы? Мынау сүт па? Әлі май ма? Қазір түсінген жоқпын не екенін. Мен бұндай затты білем, яғни бұл леттеринг деп аталады. Адамдардың қолдары қай жерде өсу керектігін білмеймін, чтобы мынандай керемет қылып жасау үшін. Манағы видеоны қайттан көрсетіп жатыр. Мынау футбольный поляның сеткісі ма? Иә, сеткісі шығар. Арқасынан бірдеңелер өсіп жатыр, және содан менің жүрегім кішкене қандай болып жатыр. Өте керемет. Керемет деген саналмайтын шығар, өйткені бұл деген сөз емес. Менің өмірімде ең жақсы көретін зат ол бір заттың үстінен бастыру. Яғни мысалы мен өзім сурет салсам, карандашпен соның үстін фломастермен осылай бастырған ол өте релакс, былайша айтқанда. Бұның қаншалықты былайша айтқанда кайф екенін білемін. Мен жалпы сурет салатын адамдарға қошым келеді, өйткені олар сондай керемет салады, ал мен өзімнің фантазиямнан тіпті ағашты да сала алмаймын. Бұл сызғыштың ештеңемен көмегінсіз мынандай ромбтарды салып жатыр, ал мен сызғыштың өзімен түзу сала алмаймын. Мынау новый цветке бояп жатыр екен ғой. Бұл да бір жейтін, бұл жейтін зат сияқты, өйткені ар жағында жоқ. Бұл жейтін зат емес, өкінішті. Видео неге 2 рет қайталап жатыр? Бір затты неге қайталай береді? Бұл тәтті печенье. Қалай керемет қылып салады. Мен бұндай печеньелер жеуге аяйтын едім. Вау. Мен бұл сөзді қалай айтып қойғанын білмеймін, сондықтан. Өйткені бұл өте керемет, екі жағын бүйтіп араластырып. Бұның ешқандай кереметтілігі жоқ.
Мінекей достар, видеомыз бітті және мінекей соңына жетті видеомыз, до конца қарадық және бұл видеода ондай қызықты сәттер болған жоқ. Егер де айтып өткен 85 лайк жинасаңыздар, мен яғни кореецтердің жаман жейтін тамақтарына, короче, жаман заттарға реакция жасайтын боламын. Ну, яғни, типа, вау, фу деп айтып қойма деген. Сондықтан осы видеоны созақ тұратын басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды әрине ұмытпа. Сау саламатта болыңыздар.